Ал біз үйді бастапқы жарна 10%-бен алдық және 10 миллионға түсіріп алдық. Қалай қызық па? Онда келесі видеоларды қараңыздар. Қазақстанда 30%-ға дейінгі ипотеканы білеміз. Ал Норвегияда үйді 2 мен 5% аралығындағы пайыздық мөлшерлемемен алуға болады. Егер сіз Норвегияға жаңа келген болсаңыз, немесе көшу ойыңызда болса, бұл бейнебаян сізге міндетті түрде қажет болады. Ең алдымен біздегі OLX платформасы секілді, мұнда Finn деген платформа арқылы үй іздеу процесі қандай екенін көрсетейін. Үйдің бағасы, фотолары, планировкасы, орналасуы бәрі Finnде түсінікті. Банкке барып, мен осындай бағадағы үй іздеп жүрмін дейсіз. Егер бәрі дұрыс болып жатса, банк маған алдын ала мақұлдау береді. Енді ғана біз нақты үй таңдай бастаймыз, себебі біз бюджетімізді нақты білеміз. Норвегияда үйді міндетті түрде виснинг кезінде көресің. Бұл барлық сатып алушылар үшін ұйымдастырылған ашық күн. Үйді көрген күннен кейінгі келесі күні аукцион басталады. Барлығы онлайн немесе телефон арқылы. Баға біртіндеп өседі. Аукцион басталды. Барлығы онлайн немесе телефон арқылы жүргізіледі. Баға біртіндеп өседі. Егер сіз ең соңғы, ең жоғарғы бағаны берсеңіз, үй сіздікі. Міне соңғысы үй иесімен келісілген күні үйдің кілтін алып, сатушы, сатып алушы, риэлтор болып бірге үйді қабылдау басталады. Яғни қандай да бір ақаулықтар болса, дәл осы сәтте жазып алып, үй иесімен кімнің түзететіні шешіледі. Қалай қызық па? Онда келесі видеоларды қараңыздар.